Назарбаевтар енді қарапайым отбасына айналды. Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңның күші жойылды. Нұрсұлтан Назарбаев қолданыстағы заң аясында әлеуметтік жағынан қорғалады, бірақ туыстары қандай да бір артықшылықтан айырылды. Олардың банк құпиясы мен банк шоттарына қол сұғылмау кепілдігі жойылды. Айтпақшы, сенаторлардың бірі дауыс беру кезінде қалыс қалып қойыпты. Ол кім екен, әріптесім Мұхтар Өміртай айтсын. Былтыр жаза өткен референдумнан соң парламент ата заңға томпақ келетін құжаттарды жетінен жойып жатыр. Солардың бірі тұңғыш президент елбасы туралы заң. Осылайша жаңа Қазақстанда Назарбаевтар отбасы бір-ақ күннің ішінде сіз бен біз сынды қарапайым адамдарға айналып шыға келді. Бірінші президент елбасы ендігіде заңмен көрсетілген шеңберде, яғни барлық экс-президентке тән қасиеттерге, нормаларға басқасына елді болады. Қалғанының барлығында Қазақстанның кез келген сіз бен біз сияқты азаматы қатарында өмір сүретін болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың ендігі мәртебесі Қазақстан президент туралы заңмен қорғалады. Яғни экс-президент ретіндегі қол сұғылмаушылық кепілдігі сақталады. Оның абырой мен қадір қасиетіне ешкімнің тиісуіне болмайды. Бірақ туыстары қандай да бір артықшылықтан айырылды. Мәселен, олардың банк құпиясы мен банк шоттарына қол сұғылмау кепілдігі жойылды. Алайда олар заң күшін жойғанға дейін жасаған әрекеттер үшін жауапқа тартылмайды екен. Әділет министрінен бұл қаншалықты әділетті деп сұрадық. В соответствии с действующим законодательством. Заң бойынша тиісуге болмайтыны қамтамасыз ету туралы кепілдіктер тек экс-президенттерге қарастырылған отбасы мүшелеріне көзделмеген. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өкілетті органдар қарайды, егер анықталып жатса тиісті шешім қабылдайды. Тілшілер қанша жерден қазбалағанымен әділет министрі қанағаттанарлық ештеңе айта алмады. Есесіне депутат Ерлан Сайыров өз ойымен ашық бөлісті. Егер осы туған туыстарының қандай да бір заң алдында белгілі бір жауапкершілігі болатын болса, олар заң жауапкершілігіне тартылуы қажет. Мынау президент жөніндегі заңда экс-президент егер отанына опасыздық жасады деген жаңағы айып болатын болса, онда ол тартылады. Егер ондай айып болмаса, онда экс-президент жауапкершілікке тартылмайды. Десе де қолданыстағы заңға сәйкес экс-президент біраз нәрсеге құқылы. Атап айтқанда, қазіргі президенттің ресми жалақысының 80% көлемінде өмір бойға зейнетақы алады. Жекеменшікке берілмейтін пәтер мен мемлекеттік саяжайды пайдалана алады. Жеке күзетімен жүргізушілері бар жеке автокөлігі болады. Ел бойынша тегін жүріп тұрады. Медициналық қызмет көрсету және курорттық емдеу қарастырылған. Айтпақша, елбасы туралы заңның күшін жою кезінде 136 депутаттың бірі қалыс қалды. Сенаттан қатысып отырғандар 44 депутат, жақтағандар 44 депутат, мәжілістен қатысып отырғандар 93 депутат, жақтағандар 93 депутат. Қаулы қабылданды. Әзірге дауыс беру кезінде қалыс қалған сенатордың кім екені белгісіз. Алайда қалған 135-і тұңғыш президент елбасы туралы заңның жойылуын жақтап дауыс берді. Мұхтар Өміртай, Еуразия, бірінші арнасы.